Мынау Жаңақорған ауданы Қызылорда облысындағы бүкіл әлемдегі ең мықты кәуап пісіретін өзбектердің тәрбиесін алған атақты музыкант, мұғалім, физкультурист, каратист, боксер, тракторист, ең мықты шашылик. Мына қараш, шашыликтердің өзі қап-қызыл. Қараш, адамның аузынан су ағызатындай шашылик мынау. Не деген шашылик мынау? Шашылик-ау, шашылик деп қорқып отырмын, бірақ қазір ана пожарниктерден кеп 20 шашылик атшымен атынан деп ойлап қояма деп қоям. Одан кейін сап эпидемия станциядан кеп менің атымнан 20 шашылик атшы деп, сонымен аяғын ойлап отқан, шашылигім жетпей қалама, ресторат болама деп отқан мынау Айбек деген шашыличник. Бүкіл әлемдегі ең мықты шашыличник. Мына қойдың етінен 2 күн мариновать етілген ет мынау. Қараш, мына етті былай шоққа аунатсын, қараш, мына оның өзі ерекше. Мына не деген саусақтарының ұшынан қолынан май тамған. Әні саусақтары майысқан. Соңғы тұяқ. Бұдан кейін көрмейсіңдер бұндай шашыличникті. Көріп қаңдар. Балуан Шолақпен күрескен. Қолына су құйған. Жоқ, су құйған емес. Қажымұқамен ерегіскен. Не деген мынау, қарашында. Арасында пипші қойды бейді. Пипші қоятын бар енді. Бір со жері нода. Бір но жері бар, бір отырып сиетіні болмаса. Қайнаға. Не деген шашылик мынау, қараш. Шашылик-ау, шашылик. Шашылик-ау, шашылик мынау. Әй, әтәсіне деп. Қараш әні. Қолдарын қараш, қолдарынан айналайын. Әні, қап-қызыл. Қыз болмай қалған ғой. Қыз болғанда өзім алатын ем тоқалдыққа әкесін. Ауысқүйін. Қарындасын қақта қыл. Ей, әтәсін әлет. Анан қарашын шашылик. Аузыңа салса еріп кететін шашыликтер ғой мынау деген. Мынау иісінен тойып қаласың ғой мына шашыликтердің. Ауылға қайдамай қалмайын. Мынау май аққан, иық бар, басына тіріліп қалған дегендей болып тұр ғой мына шашыликтер. Мынау жаңа қонақ болып келген жігіттерді шашыликтің иісінен аузынан